Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді кекстер жасайтын боламыз. Өте оңай, ең бастысы дәмді. Сонымен біз ыдысымызға 2 үлкенірек жұмыртқамызды алып, оған 200 грамм сахарды қосамыз. Ең алдымен 100 грамм сахар мен жұмыртқамызды миксерлеп көпіртіп аламыз. Содан кейін 100 граммын салып, қалған 100 граммын салып, онымен де көпіртіп аламыз. Осыдан кейін массамызға біз 100 грамм сары майды қосып миксерлейміз. Содан кейін массамызға йогурт саламыз, яғни ол 50 грамм немесе 80 грамм болуы керек. Және де йогурттың орнына айран, қаймақ қоссаңыздар болады. Осыдан кейін 1 чайный ложка лимон қышқылын салып миксерлейміз. Көтерілуі үшін оған 1 чайный ложка сода мен уксусты гасить етіп саламыз. Және де онымен де жақсылап миксерлеп аламыз. Дәмін келтіру үшін 2 чайный ложка бал салып қоссаңыздар болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Бұл міндетті емес. Және де 500-600 грамм ұнды алып, оны жартыдан салып миксерлейміз. Ол кішкене қоюлау болуы керек. Барлығын миксерлеп аламыз. Оның барлығын миксерлеп алғаннан кейін ыдысымызды алып, сіздерде силиконовый форма болса, онда соны қолдансаңыздар болады. Менде қағаз формалар. Осыны алып 200 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Осымен дайын. Сәндеу үшін кез келген нәрсе қолдансаңыздар болады. Менде сахарный пудра. Сау болыңыздар.